Injil kitabında bir жақсы әңгіме бар İsa туралы. İsa bir үйде әңгіме айтып, сол жерде парызшылдар, діни қызметкерлер, яһудилардың адамдары отырады. Сол кезде bir сал адамды көп адамдар көтеріп алып келеді. İsa'ның алдына кіргізе алмай, орын болмай, халық көп болады, жеткізе алмай қояды, тегі жол таппай қояды. Сосын сол адамдар шатырға шығады. Шатырға шығып, шатырдың жұқа кірпіштерін алып, шатырдың үстінен İsa'ның алдына түсіреді. Сол кезде İsa оларға айтады, сендердің сенімдерің арқылы құтқарылдыңдар дейді. Діни қызметкерлер ойында қалай бұл өзін құдай қылды, құдай емес па? Бұл күнәні кешіре алатын, бұл қалай деп өзін құдайға теңейді деген әңгімеге келеді. Олардың ойларын оқып қойған İsa күнәні кешіру оңай ма, жоқ әлде орнынан тұр да кете бер деген оңай ма деп сұрайды. Сол кезде өзінің көктен келген билігі бар екенін көрсету үшін İsa сал адамға, төсекте жатқан сал адамға орнынан тұр да төсегіңді жинап кете бер дейді. Содан жаңағы сал адам орнынан тұрып төсектерін жинап Құдайды мадақтап кетіп қалады. Құдай бата берсін.